айтайын, енді жердің астынан шыққан жоқ. Ал армысын асылдым. Мынау Сарыағашта шегіртке қаптады дейді. Мына жақта енді қарақұрт өрмекшілер қаптады дейді. Кеше су тасқынында халықтың ішкі өзіміз бір-бірімізге көмек беріп, өздері әйтеуір қорған жасап, өздері су тасқынынан бір-біріне көмек беріп, әйтеуір суға кеткен талғармайды деп әйтеуір жан сақтап қалыватырмыз. Мен мынаны айтқым келіп жатыр да, бәрін өзіміз істейтін болсақ, мынандай біздің мықты жігіттеріміз, асыл алтын жігіттеріміз, қазақтың жігіттері өздері істейтін болса, онда мына биліктің, ақорданың, бүкіл мынау парламентті, мәжіліс депутаттары, сенат депутаттары, бүкіл мынау өкімет басқарып отқандар, бүкіл мынау Астанадағы пәлен миллион алып отқан орыстың, Кремльдің ресми өкілдері бізге бір тиынға керек. Онда біз халық бәрін өзіміз істейтін болсақ, бізге оларды асырап, оларды сол Астанаға, Ақордаға отырғызып қойып неміз бар онда? Халық бәрібір бәрін өзіміз жасайтын болсақ болды. Онда президенттің де керек жоқ, онда парламенттің де керек жоқ, онда сенат мәжілісінде, онда өкіметтің де бір тиынға керек жоқ. Атасынан бәрін болды. Халық билікті өз қолына алсын, баяғы ұжымдық билік кезін облыс билер алқасы болып, әр облыс өзінің несіне жауап беретін болсын. Болды. Бәрібір халық бір-бірімізге өзіміз-ақ көмек береткенбіз ғой. Не керек онда оны? Болды, тарқатылсын ол билік. Бізге бір тиынға да керек жоқ.